Мен Жігердің мамасы Ғалиям. Біз Жаңарқа ауданынан келдік. 24 желтоқсанда 2024 жылы бала дүниеге келді. Бірден біздің диагнозымыз айтылып, атрезия ануса. Келесі күні бірден ота жасалды. Осы облыстық балалар ауруханасынан білікті мамандар, хирург Бақтияр Орынбаевич келіп, бірінші этап отаны жасады. Ол сәтті өтті, бізде колостома шығарып берді. Одан кейін сол кісінің қарауында болып, март айында бізге осы білікті маман профессор келетінін айтты. Игорь Витальевич келеді деп соны күтіп, біз екінші этапқа келдік операцияға. Екінші этап операциямыз жасалды. Қазір баланың жағдайы жақсы. Профессордың келуін ұйымдастырып берген барлық фондтарға алғысымыз шексіз. Жұлдызай фонд жаңағы ұйымдастырумен келген біздің профессорымыз бізге жақсы отаны жасап, сәтті өткізді. Енді бірінші Алланың қалауымен болды. Екінші осы кісілерге алғысымыз шексіз. Енді алдағы уақытта тағы да үшінші этап бар. Бәрі жақсы болады деген ойдамыз. Қазір баланың жағдайы жақсы. Осы фондты, осы жобаны ұйымдастырған біздің Олжалғас Медетовнаға үлкен алғысымызды білдіреміз. Мүмкіндік беріп бізге осындай қаншама балаға, осы қаламызда қаншама балаларға мүмкіндік берген, және дәрігерлерге де осындай үлкен мүмкіндік берген фондқа үлкен алғысымызды білдіреміз. Бұл операцияны біз әбден іздедік, зерттедік, қарадық, инстаграмнан, парақшалардан іздедік. Негізі жақсы операцияларды Москвада жасайды екен, енді шетелдерде, сырттарда. Бірақ баланы кішкентай болғандықтан біз уже кішкене мүмкіндігіміз болмады ол жақтарға баруға. Осылай келетінін естіп, қуанышты болдық енді. Мүмкіндік берді бізге, былайша айтқанда. Рахмет.